Сәлем, менің есімім Құралай және бүгінгі мастер-класста осындай ромашка гүлін жасайтын боламыз. Және міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ромашка гүлінің ортасын жасау үшін бізге ені 6 сантиметрлік фоамиран керек. Одан кейін оның ең ортасын осындай жасыл түске бояуға болады. Боямасаңыздар да өз еркілеріңіз. Мен боядым. Бір жақ шетін осылай бояп қойдым, және де екінші жақ шетін қазір бояп көрсетемін сіздерге. Фоамиранды бояу үшін бізге осындай құрғақ пастель керек болады. Және де влажный салфетка. Осылай үстіне жағып аламыз кішкене дымқыл күйінде. Одан кейін фоамиранның бетін осылай бояп шығамыз. Бояп болғаннан кейін міндетті түрде кептіреміз. Одан кейін осылай видеодағыдай бүктейміз екіге. Тағы да бір рет бүктейміз. Сосын қайшымен кішкентай полоскаларды қиып шығамыз. Келесі ыстық желімді астыңғы жағына осылай жағып, сосын бір-біріне жабыстырып орап шығамыз. Жасылмен бояған фоамиранды жабыстырып болдық. Енді сары фоамиранды тура видеодағыдай осылай істеп шығамыз. Орап, сосын қызып тұрған пешке осылай кішкене қыздырып аламыз. Пешке қатты жақындатпай ұстап тұрасыздар да, сосын алып жоғарғы жағынан саусақтардың көмегімен осылай бұрап шығамыз барлығын. Басындағы осы жасылмен бояғанды да тура солай қыздырып алып, бас жағын осылай саусағымызбен орап шығамыз. Астыңғы жағы осылай тегіс болмаса, қайшымен тегістеп қиып шығамыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін енді жабыстырып шығамыз барлығын. Қанша количество кеткенін видеоның астына жазып кетемін. Ромашка гүлін осындай пенопласт шарға жинайтын боламыз. Ол үшін бізге осы пенопластовый шардың тек қана ортасы ғана керек болады, жартысы ғана. Сосын үстіңгі жағы міндетті түрде осындай тегіс болу керек. Сосын бізге полипропиленовая осындай труба керек болады, ұзындығы 5 сантиметрлік. Осы шардың үстіне ақырында басып осылай белгілеп аламыз. Сосын пенопластовый шарды аламыз да кесіп аламыз, соған келістіріп. Одан кейін жәнегі трубамызды ыстық желімнің көмегімен отырғызып жабыстыратын боламыз. Содан кейін сыртын осындай изолонның қалдықтарымен мен жабыстырып шығамын. Негізі ол тоже өз еркілеріңіз, жабыстырмай қойсаңыздар да болады. Маған осы вариант өзіме қатты ұнайды, себебі изолонды бір-біріне зажигалканың көмегімен тез жабыстырып шығуға болады. Және сіздің уақытыңызды да экономить етеді. Осылай болып шығады. Барлығын сыртын изолонмен қаптап шықтым. Енді жәнегі ромашканың ортасын ыстық клеймен жабыстырып шығамыз. Бұл фоамиран зажигалкамен бір-біріне жабыспайды, сондықтан міндетті түрде ыстық желіммен жабыстырамыз. Бізге осындай лепесток жасау керек болады. Ол үшін осылай бірінші формировать етіп аламыз. Бізге осындай пенопластовый шар, осы сыртынан осындай труба орап қоятын. Астыңғы жағын мен осылай жай ғана байлай салдым. Осылай астына кружкаға қоямыз.
осы бірінші қыздырамыз. Вот осылай. Осылай қыздырып алғаннан кейін қатты қыздырмаймыз, осылай қоямыз мынаған. Осылай істейміз. Барлығын осылай істеп шығамыз. Осылай қоямыз да былай істейміз. Осылай көлік жасаймыз. Ең жерін осылай істейміз. И зажигалкамен бір-біріне жабыстырамыз. Жабыстырып шығамыз. Жабыстым деп. Бізде осындай жапырақ шығу керек. Бір-біріне де осылай жабыстыруға болады. Осындай жапырақ шығады. Қалғанын барлығын осылай істеп шығамыз. Дайындап болған бүкіл жапырақтарды енді шарға жабыстырып шығамыз. Осындай лепестоктардан бірінші қатарға 9 штук кетті менде. Жабыстырып алғаннан кейін екінші лепестокты тура жанына жанастырып осылай қоямыз. Екеуінің ұзындығы, яғни биіктігі бірдей болу керек. Астыңғы жағынан осылай жабыстырамыз. Қалған бүкіл жапырақтарды тура солай жабыстырып шығамыз. Астыңғы жағынан және де биіктіктері барлығы бірдей болу керек. Бірінші қатарды жабыстырып алғаннан кейін, енді екінші қатардың жапырақтарын жабыстырамыз. Олардың жапырағы тура бірінші қатардығы секілді болады. Және де алдыңғы қатардың екі жапырағының ортасына осылай жапырақты қойып жабыстырамыз. Олардың ұзындықтары да бірдей болу керек. Және шахматтық ретте жабыстырып шығамыз. Бізде осындай гүл пайда болды. Енді бізде гүлдің ортасынан кішкене изолон көрініп тұрғаннан кейін, оны сары фоамиранмен көрсетпей жабыстырып шығамыз. Осындай ромашка гүлі шықты. Енді ромашканың астыңғы жағының жапырақтарын осылай жабыстырамыз. Жасыл фоамираннан немесе жасыл изолонды да жабыстыруға болады. Одан кейін артық тұрған жерлерін барлығын кесіп аламыз. Ромашка гүлінің сабағын жасау үшін бізге осындай металлопластиковая труба және де оның сыртын қаптайтын арнайы термоусадочная лента керек болады. Оны осылай кигізіп алғаннан кейін ыстықтың көмегімен бір-біріне осылай жабысады. Барлығын осылай қыздырып шығамыз. Трубаның сыртын қаптап алғаннан кейін ромашка гүлімізді осы трубаға отырғызамыз осылай, яғни кигіземіз. Мен бізде осындай әдемі ромашка гүлі шықты. Мастер-класста аяғына дейін көргеніңе рахмет.
және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпа. Алдыда көптеген мастер-класстар каналымда шығатын болады.